Сәлем балақай. Бүгін біздер әліпби сабағынан 43-ші тақырып ш әрпімен танысатын боламыз. Алдыменен суретке назар аударайық. Суретке қараймыз. Суретке қарасақ балаларды көреміз және қолдарындағы шарды көреміз. Кәне қыздарға ат қояйық. Шынар, Шырын. Бұл ер балаға Шона деген ат қоямыз, иә? Енді қарасақ, бұл Шона деген бала қыздарға шар сыйлап жатыр. Шынар сары түсті шарды алды, ал Шырынға Шона қызыл түсті шарды берді. Бұл жерде балалардың қолында не болды? Шар болды. Кәне бірге шар деген сөзді дыбыстық талдаусақ. Шар бір буыннан тұрады. Ш дауыссыз дыбыс. А дауысты, Р дауыссыз. Бір буыннан тұрады, 3 дыбыстан, 3 әріптен тұрады. Келесі оқулығымызда Ш әрпіне берілген сөздерді оқып шығайық. Аш, шаш, шар, шара, шам, шашу, шырша, шырмауық. Қазір біздер бір буыннан, 2 буыннан және 3 буыннан тұратын сөздерді оқып шықтық. Астында қуаныш деген мәтін берілген. Кәне оны да бірге оқып шығайық. Шынар мен Шырын аулада. Шона шармен шықты. Шырын сары шарды ал. Шынар сен қызыл шарды ал. Олар қатты қуанды. Бұл жоғарыда берген суретке қатысты мәтін, иә? Қуаныш деп аталынады. Бұл мәтіннің астында тапсырма берілген. Кәне ойланайық. Бұл ненің суреті? Шыршаның суреті. Балалар, бұл жерде біздерге ребус шешуді беріп тұр. Кәне қараймыз. Шырша. Я, енді жоғарысында 2 үтір тұр. Яғни бұл не деген сөз? Соңында тұрған 2 әрпін алып таста деген сөз. Оған М әрпін қос, одан кейін тауық деген сөз тұр. Тауық деген сөзді қараймыз. Тауық деген сөздің соңындағы, алдындағы бір әріпті алып таста дейді. Сонда біздер тыны алып тастаймыз. Кәне бірге оқып көрейік. Шырмауық. Бұл жердегі сөз сонда шырмауық деген сөз екен. Кәне шырмауық деген сөзді буынға бөліп көрейік. 3 буыннан тұрады. Шырмауық. 3 буыннан тұрады. Бұл жерде 8 әріп, 8 дыбыс бар екен. Осымен әліпби сабағына берілген тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.